Мысты шақар Сәтбаев қаласы. Асты мұнайға кен байлыққа толып тұрған қала. Антикор қарағанда көрдіңіздер ме Сәтбаев қаласының не болып отқанын? Достар, мына Сәтбаев қаласының тәуелсіздік даңғылы. Арнайы рулетка алып шықтым. Асфальттың жартысы жоқ. Сәлем достар, каналыма жаңадан жазылған кісілер қош келдіңіздер. Достар, қазақ контентінің дамуына атсалысып, каналыма жазылып, қоңырушаны басып қойыңыздар. Бұл менің кезекті видеоларымды шығаруыма үлкен мотивация береді. Каналыма жазылдыңыз ба? Қоңырушаны бастыңыз ба? Мен сіздерге Сәтбаев қаласының тас жолының жағдайын баяндап беремін. 7-дегі баладан 70-дегі қартқа дейін тас жолының жағдайының видеоларын түсіріп, әлеуметтік желілерге салып жатса да, баяғы жартас жергілікті автокөлік жүргізушілерінің қандай тас жолмен жүріп жүргендеріне мән беріңіздер. Достар, мына Сәтбаев қаласының тәуелсіздік даңғылы. Былтыр ғана жаңадан салған асфальт тас жолының, міне қараңыздар қандай жағдайда болып жатқанын. Міне қараңыздар. Асфальттың жартысы жоқ. Қараңыздар, көліктер. Қараңыздар, мінекей. Арнайы рулетка алып шықтым. Қараңыздар. Анау басынан бастап мінекей 220 сантиметрге дейінгі тесіктер. Қарағанды облысы Мысты шақар Сәтбаев қаласы. Асты мұнайға кен байлыққа толып тұрған қала. Мынау істеп жатқан тірліктерін қараңыз, қаламыздың басшыларының. Ерден көшесі, Тәуелсіздік көшесінің қиылысы. Былтыр жыл бойы жүргізушілерді әбігерге салған жол. Енді биыл мына жерге міне балас төгіп жатыр. Мына қараңыздар. Жолды баласпен тегістеп жатыр. Нұржан Кенжегулов мырза, ЖКХ бөлімі. Асқар Ыдырысов, Сәтбаев қаласының әкімі. Төлендина ханым, Сәтбаев қаласының әкімінің міндетін атқарушы. Мынаған назар салсаңыздаршы, ай қарап жүрсіздер ме? Дорогу когда отремонтируете? Это чуть-чуть русский разговаривает. Чуть-чуть разговаривает. Нормально, здесь все нормально. Все дорогу нормально. Шефу нормальный, здесь нормальный. Все нормально. Мынандай жұмысқа, шаруаға қаражат бөлгенше, бұған ақша шығарғанша мынаны істемей қойыңыздар. Мынаны қараңыздар, мына былтыр қыстың құйылған мына фундаменттердің бәрі. Қыста қар жауып тұрғанда. Антикор қарағанда көрдіңіздер ме Сәтбаев қаласының не болып отқанын? Мына қараңыздар, мына жолдың жатқанына 1 жылдан асты осылай. Қаншама қаражат кетті. Құсайын жол деген мердігер бәрін істеп кеткен. Енді келіп қалған біздің әкімшілік. Мына жігіттерден жаңа сұрап ем, әкімшілік бізге осылай төгіңдерші деп ұсыныс жасады дейді. Білмеймін, қай жақтарыңызбен ойлап отырсыздар сіздер? Нұржан мырза, қою керек қой мына. Шопырларды әбден әбігерге салдыңыздар. Жоқ, бізде Ақтөбе сияқты сотқа береміз ба?